Құрметті қазақстандықтар, сәлем бердіктер. Мен атым Жанна, мен правозащитницамын және активисткімін Атырау қаласының. Мен мына видеоны жазып тұрған себебі, мен шұғыл жазып отырмын. Себебі дейтін, қазір білесіздер, Қарақалпақстанда көтеріліс болып жатыр. Сол көтеріліске біздің Қазақстаннан жоңғар шалбар ғой, Насанжор Назарбаев. Сол дейтін войсканы жіберейін жатыр. Қазақтардың войскасын Қарақалпақстанға, Қарақалпақстанның халқын басу үшін. Кім білмейді, мен сразу айтайын. Қарақалпақстанның халқы ол қазақтар. Қарақалпақстан ол Қазақстанның бұрынғы жері. Анда тұратын кең қазақтар екен, мен өзім білген жоқпын. Кеше ана митингте сөйлегеннен түсіндім. Ылғи қазақша сөйлеп отыр да. Сондықтан мен айтайын дегенім, қазір мына видеоны барлықтарыңыз распространить етіңіздер. Ол біріншіден, екіншіден осындай видеоны жазып, бүйтіп жазуларыңызға болады. Мен қарсымын Қазақстанның жаңағы войскаларын неге жіберуге деп, Қарақалпақстанға жіберуге деп. Жай солай ғана жазсаңыз болды. Жарайды сол. Сосын мен айтарым қазір. Тоқаев, мен саған айтарым. Қазір войсканы жіберетін болсан, мен как раз Қазақстанды көтере алмай жүредім. Біз саған Қазақстанды көтеріп береміз, и сені қопарып тастаймыз. Болды, осы айтайын деген.